Министрмен кездескен Батыс Қазақстан шаруалары митингке шығатынын айтты. Экология және табиғи ресурстар министрі Зульфия Сүлейменоваға Батыс Қазақстандықтармен кездесуінде ең көп сұрақ қойылған тақырып киік мәселесі болды. Министр киіктің орал популяциясына қатысты Батыс Қазақстандық мамандар мен экология министрлігінің бірлесіп жасаған концепциясын білмейтінін таныспағанын айтты. Аталған концепцияны жасаған бастамашыл топтың құрамында бар Табылғали Сапаров жиында министрге жағдайды басынан бастап қайта таныстырған. Исалтадам уже киік жөнінде айтып кетті. Сіз деген прекрасно знаете всю эту ситуацию с прошлого года. Почему вы к нам приехали, да, с таким ответом, что вы еще до сих пор решаете? У нас на сегодняшний день критическая ситуация у фермеров практически в 6 районах. Критическая ситуация. Не хватает кормов. Сейчас предыдущий депутат выступал. Необходимо 8 миллиардов тенге. Вы ссылаетесь на Минсельхоз. Минсельхоз ссылается на что? Вы прекрасно знаете этот ответ. Минсельхоз не решает проблему дикого животного. Сұрақ қоюшылардың арасында Шопан ата қауымдастығының Жәнібек ауданы бойынша басшысы Бауыржан Сабанов мәселені шешуді басқа біреулерге арта берудің қажеті жоқ. Сіздің мәселені шешкеніңізді талап етеміз. 5 жылдан бері киік мәселесі бойынша әлі бір қадам да жасалған жоқ. Үкіметке де бардық, бәрі мәселе жайлы біледі, бірақ шешетін адам жоқ. Фермерлер митингке шығуға кепіл береді, деді. Мы вам это обещаем и гарантируем, честно вам скажу. Қазір 360 арнасына жазылыңыз.